Сопылар мына сөзді жиі қайталауды ұнатады. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан. Тағы бір нұсқасы. Кімнің шейхі жоқ болса, оның шейхі шайтан дейді. Бұл сандырақты шайтанның өзі сауатсыз, надан сопылар үшін ойлап тапқан. Негізінде бұл ашық ақымақтық және Аллахқа жалы жабу болып табылады. Сопылар шайтанның азғыру арқасында білімді ұстаздары менен шейхтардан аламыз деп қате ойлайды. Неліктен бұлай болып жатыр? Өйткені сопылардың бәрі Аллахтың дінінен, шариғаттан ештеңе түсінбейді. Өйткені олардың ұстаздары шайтан келіп, мүриттері шынайы ақиқатты білмеу үшін Құранның аудармасын өз бетінше оқуға тыйым салады және Құран мен сүннетті емес, өздерінің саясатын тек қана өздеріне керек нәрселерді үйретеді. Бұл Құран мен сүннеттен деп. Аллах тағала әл Курси аятында олар оның білімінен оның қалағанын ғана алады деп ашық айтады. Аллах тағала елшісіне былай деп бұйырады: Раббым білімімді арттыр. Тақа сүресінде. Көріп отырғаныңыздай, білімді ұстаздары немесе университеттер емес, тек Аллах қана береді. Сол себепті Аллахты басқа жаратылыстарға қарағанда жақсырақ білетін елшілер мен періштелер былай деп айтқан аятта, Құранда: Сен пәксің, біз сен берген бізге үйреткен білімді ғана білеміз. Расында сен білушісің, данасың. 2 сүренің 32 аяты. Сөзімнің дәлелі ретінде мына аятты келтірген соңында. Ол қалағанына даналық береді. Ал даналық берілген адам үлкен игілікпен марапатталады. Алайда тәрбиені ақыл парасаты бар ғана еске алады. 2 сүренің 269 аяты.